Баршаңызға сәлем, достар. Және бүгін мен бумажный сөз ашпаймын. Бүгін мен 6 способта, яғни сондай открывашкалерді істер көрсететін боламын. Яғни мен жиі жасайтын открывашкалерін деуге де болады. Және тезірек бастайық. Мен осындай деп пакеттер жасадым. Бірінші Hello Kitty мынандай номерлері бар. Екінші осындай пакетпен, үшінші осындай өзге ғаламшарлықпен, төртінші осындай лавкамен, бесінші осындай зубикпен, алтыншы осындай жүрекпен. Ең алдымен осы Hello Kitty'ден бастаймыз. Ең алдымен мен осылай істеп аламын. Бұл открывашкаға осылай етіп, бір клетка етіп. Дәл мынаны да солай істейміз. За кадром істейтін сияқтымыз ыңғайсыз. Ровно етіп істеу керек. Міне. Барынша ровно етіп істедім. Тырысып. Осындай. Енді бізге клей керек. Мен қолданатын клейім. Міне осылай жағып аламыз. Және де осыны жабыстырамыз. Мына жерге жабыстырмау керек. Енді бізге скотч керек. Тауып алайық бірінші. Енді мен шашым көрінатса кешірім сұраймын. Міне осылай жабыстырамыз. Және де мынандай артық жерлерін қиып тастау керек. Ол үшін қайшы керек. Мына жерлер артық. Кедергі жасайды ол маған. Бұндай способты мен кеше білдім. Өзім тексеріп қарадым. Өте күшті шықты. Міне. Енді мынандай ет алып тастаймыз. Мынаны кішкентай ет қалдырамыз. Енді осылай істейміз. Төбеге қарай кетеді. Міне. Сосын былай ашамыз. Бірінші способ дайын. Екінші способ. Міне осындай пакет бейнеленген, осындай салафан. Ең алдымен, жоқ, қате істеп отырмын. Міне, екі рет осылай қалдыруға да болады. Мен кішкентай ашылатындай етіп. Өте керемет болады. Қолым. Міне мынандай алып қалдырамын. Және де оған да скотч жабыстырамыз. Мен де үлкен скотч соның ортасынан бөлдім. Ровно етіп істеу керек, әйтпесе жаман болады. Мынаны былайына бүйтіп істеп тастауға да болады. Міне. Енді клейлейміз мынандай етіп. Сіздерді байқаған шығарсыздар, мынандай етіп қидым. Клей жабыстырып, клеймен клейледім. Енді жабыстырамыз. Екінші способ та дайын. Үшінші способ менде осы пакетик. Бұл пакетик осы ортасына осылай ашылады. Ол үшін ең алдымен жақсылап клейлеп алуымыз керек. Жақсылап осылай ешқандай не қалдырмаймыз. Осылай жабыстырамыз. Енді ортасынан бөлеміз. Енді үлкен скотч, үлкен дегенде біршама скотч аламыз. Менде осындай кішкентай скотч болмады, сондықтан осылай ортасынан бөлуіме тура келеді. Ровно етіп жабыстырамыз. Мынаны бойына қиып тастаймыз артығын. Мына жерін осылай істейміз. Үшінші способ та дайын. Төртінші способты біледі деп ойлаймын, себебі өте оңай.
осындай перфорация қарапайым. Үлкен жасауға да болады, мен үлкен жасайынша. Және скотчпен қаптаймыз. Тезірек істейін. Так. Опа. Неровно. Ну ладно. Ничего страшного, один бы. И на жерінде. Жағына енді клейлейміз. Видеоның соңында асмыр болады. Күшті асмыр болады, сондықтан дайындалыңыздар. Төртінші способтайын. Келесі способ жай ғана клейлеймін. Міне осындай пакетикті. Яғни бесінші способ бұл. Міне жай ғана клейлейміз. Мынандай жерін қалдырамын. Тек ашылмай қалады. Жыртуға тура келетін болады. Міне осылай жабыстырамыз. Бесінші способта дайын. Келесі способ мен көп істемеймін. Бұл нені скотч болып кете ме деп қорқамын. И кейде жұмыс жасамай қалады, бірақ сіздерге көрсетейін. Міне осылай. Енді жаңағы үлкен көлемдегі скотчты алып осыншама жетекте бояймын. Ровно етіп жабыстырамыз. Мына жақта да солай істеуіміз керек. Әйтпесе жаман болады. Міне. Мен клейлеп алғым керек еді. Міне, осылай. Мыналарды да былайынан алуымыз керек. Шып тастауымыз керек. Міне істедім, енді қарапайым түрде да клейіміз көмекке келеді. Осы клеймен қарапайым түрде жабыстырып шығамыз. Міне бізде осындай 6 пакетик шықты. Енді ең қызығы олардың ашылуы. Ең алдымен осы Hello Kitty. Көрдіңіздер ме, қандай керемет болып шықты. Міне осылай қарапайым түрде ашылады. Клеймен яғни. Келесі осы пакетик бұл осындай перфорация. Міне. Келесі үшінші пакетик. Бұл вопрос-ответ коллекциясына күшті болайын деп тұр. Онда ответі болады, онда вопросы болады. Мен бұл ештеңе жоқ. Келесі төртінші. Осындай пакетик. Бұл жерде үлкен перфорация. Мен үлкен перфорацияны көп жасаймын. Одан біледі деп те ойлаймын. Міне осылай күшті ашылады. Осы ештеңе жоқ. Келесі бесінші. Келесі алтыншы ең соңғы. 1, 2, 3. Осылай күшті ашылды. Бүгінгі менің способтарыңыз тренат деп ойлаймын. Әрине осы видеоға лайк басып, менің арматып келіп кетіңіздер. Келесі менің распаковкамда кездескенше.